Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, қасиетті Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңызды Алла қабыл етсін дейміз. Бұл әдеттегідей Рамазан руханият айы бағдарламасы, қасиетті Рамазан айының қарсаңында көптің көкейінде жүрген оразаға қатысты, басқа да осы Рамазан айына қатысты сауалдарға біз өңіріміздегі имамдарымызбен бірге жауап беріп келе жатырмыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы да осы Рамазан айының 3-10 күндікке бөліну тақырыбы турасында болмақ. Яғни осы 3-10 күндіктің өзіндік себептері, 10 күндікке бөліну және де бұл 10 күндіктерде жасалатын амалдар турасында біз кеңінен тоқталатын боламыз. Жалпы осы Рамазан айына қатысты біз әртүрлі тақырыпта осыған дейін де бағдарламалар жасаған болатынбыз. Және де бізді енді көріп отырған, енді ғана арнаға қосылып отқан көрермендер болса, басқа да өзекті сауалдарыңыз болса, бізге жолдасаңыздар болады. Біз бағдарлама барысында сол өңіріміздегі имам ұстаздарымыз, дін мамандары сіздерге сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Рамазан айы тағы да баршамызға құтты болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы қаламыздағы Мәулімберген мешітінің наиб имамы Нариман Алламұлы ағамыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз аға. Уағалейкум ассалам, қош көрдік, рахмет. Оразаңыз қабыл болсын. Амин. Өздерің. Амин, рахмет. Биылғы оразалар енді көбісі жақсы өтіп жатыр деп айтып жатыр. Сіздерде де солай шығар енді. Иә, әдемі. Иә, биыл енді күн райының қолайлығы бар бір жағынан. Бір жағынан енді халықтың да жаңағы осы Рамазан айымен сағынып қауышып жатқанды көріп жатырмыз. Өйткені былтырға қарағанда биыл халықтың қарасы көп екенін де біліп жатырмыз деген сияқты. Енді Рамазан айы құтты болсын. Енді бұл берекелі ай. Бұл айда жаңа сауаптар еселенеді, жақсы қайырлы игі амалдар жасалатынын білеміз. Жалпы енді осы Рамазан айының 3-10 күндікке бөлінетінін біз білеміз жалпы. Яғни 3-10 күндіктің өзіндік атаулары бар. Алдымен осы 3-10 күндікке не себепті бөлінді? Және не себепті бұлай 3-10 күндікке бөлініп арнайы атауларымен сипатталды? Және де бұл кезеңдерде қандай игі амалдар жасап қалуға тырысу керек? Әңгімемізді осыдан бастақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah роббил алемин. Ассаламу алейкум. Құрметті көрермен, Алла разы болсын. Елеп шақырып бізді де Рамазан айыны құрметіне деп өз сұхбаттарыңызды беріп жатырмыз. Біздерде енді Рамазан айының 3-ке бөлінуі пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифінде келеді. Бірінші 10 күндігі мейірім, екінші 10 күндігі адамның жаңағы тәубе етуі, тәубе, 10 күндігі соңғысы дозақ отынан құтылу деп келеді екен. Бірінші 10 күндігіне тоқталатын болсақ, енді Алла тағаланың мейірімі Ар-Рахман, Ар-Рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді Алла тағала бізді адам баласын өте жақсы көреді. Сондықтан адамның жаңағы мейірімге бөленуін Алла тағала өзі адамның мейірімге бөленсе, Алла тағала оны мейірімге бөленетін жөнінде өзі хабар беріп жатыр. Оған мысал пайғамбар алейхиссалам хадис шарифінде келеді. Бір жезөкше әйел турасында жаңағы келе жатып, бір иттің топырақ жалап өлер халінде тұрғанын көріп, жаңағы аяп кетіп, мейірімі түсіп, ерінбей жаңағы аяғындағы аяқ киім етігін шешіп, құдыққа түсіп, жаңағы су алып шығып, сол итті тойдырған үшін су беріп, мейірімі түскен үшін Алла тағала оның жаңағы күнәсін кешіріп, жәннатты қылған жөнінде хабар бар. Сондықтан шынында да адамның бұл айда бірінші 10 күндігінде жалпы Рамазан айы, мейірім айы, жаңа көп құлшылық жасайтын, көп тәубе ететін, көп жаңағы намаздар оқып, тарауық намаздарына қатысып, адамның көп садақа беруі, ағайын тумамен араласуы, бара алмай жүрген адамға жаңа барып амандасуы, және де өзіміздің төл мейрамымыз жаңа жылымызда келіп қалды. Соған бар үлкен ауылдағы адамдар болса, соларға барып көрісіп қайтса, оның өзі де ол адамның қуанғаны Алла тағаланың жаңағы оны қуантады екен, біреуді қуантса. Осындай басқа 10 күндігі. Өте жақсы. Енді біз міне алғашқы 10 күндігінен де өттік қой. Иә, Аллаға шүкір. Шүкір, екінші 10 күндіктеміз. Екінші 10 күндіктеміз. Оның да ортасынан асып бара жатырмыз ау деймін. Бүгін 15 па 16 ашатын болармыз. Алла амандық етсе. Бұл жерде енді адамның тәубе етуі деп келеді. Тәубесі Алла тағала қандай да Құран аятында келгендей адамның жаңағы бұлтқа дейін жететін күнәсі болса, жер бетіндегі көптеген
күнәсі болса да Алла тағалаға тәубе етсе, Алла тағала жалбарынса, Алла тағаланың уәдесі, мен оның жаңағы тәубесін қабыл етіп, мен оны кешірем деген жаңағы уәдесі бар екен. Сондықтан адам баласы үмітін үзбеу керек. Шынында да Алла тағала адам тәубе етсе, Алла тағала адамның күнәсін кешірілетін, оның үстінде және де Рамазан айының ішінде, мейірім айында Алла тағала адам баласының күнәсін кешіретін жөнінде өзі уәде беріп жатыр. Яғни осы әлі де осы иманға келіп, иман үйріп, әлі де оразасын ұстап, әлі де қайырымдылық зекетін садақасын берем деп әлі ойланып жүрген адамдар болса, әлі де мүмкіндік бар дейсіз ғой. Алла тағала осы екінші онкүндікте тәубе деп атауының себебі де тәубе келетін құлдарына әрқашанда мүмкіндік береді, есік ашық дейсіз ғой. Сондықтан пайғамбар алейхиссалам осы Рамазан айында Жабраил алейхиссалам келіп Құран оқиды екен. Жаңағы бірін-біріне Құран оқытып, пайғамбар алейхиссалам мен Жабраил алейхиссалам. Сонда ал пайғамбарымыздың жомарттығы тіпті ескен желден де жылдам дейді. Сондықтан бұл айды босқа жіберіп алмай, әрбір минуты, әрбір секунды қасиетті болып есептеледі. Соны біліп, Аллаға шүкір, қазақ халқы исі мұсылман енді әуел бастан көптеген дәстүріміз бәрі сіңісіп кеткен ғой бізге. Оның үстіне сол жаңағы нұр үстіне нұр тәубе етіп, құлшылықтарымызды қылып тәубе етсе, Алла тағала есігі ашып, иншалла оны жәннат есіктерінің ашылып, тозақ есіктерінің кілттеніп тұрған уақытында сол нәрсені жіберіп алмауымыз керек қой деп ойлаймын. Өте жақсы. Енді үшінші онкүндігі жаңа өзіңіз айтқандай тозақ отынан қалқан. Бұл онкүндікте, енді үшінші онкүндікте қадір түні бар, және де осы үшінші онкүндікке де өте қатты басымдық беріледі деп айтып жатады. Өйткені барынша құлшылық ғибадатты көбейтіп, жаңа итикаф амалдарын жасап деген сияқты. Осы не себепті үшінші онкүндікке басымдық берілді? Осы үшінші онкүндіктегі қандай қасиетті күндер, түндер бар? Осыған бір сипаттама беріп кетсеңіз. Алла амандық етсе, ол да қашық емес. Иншалла Алла денімізге саулық беріп аман жүрсек, оған да жетіп қаламыз. Шынында да үшінші онкүндікте көптеген хикметтер бар. Оның ішінде Ләйләтул Қадр түні бар. Оның ішінде пайғамбар алейхиссалам жаңа Айша анамыздан келеді, радиаллаху анха, белің бекем болып ихтикафқа кірген дейді пайғамбарымыз. Ихтикаф деген сол ер адам мешітке барып, жаңа ихтикаф соңғы 10 күн пайғамбарымыз ихтикафта отырған. Ихтикаф дегеннің мағынасы Алла тағалаға жақындау. Бұл дүниеден алыстап, дүние әңгімесін айтпай, құлшылықта намаз оқу, құлшылығын, тарауихын оқу, Құранын оқу сияқты осындай нәрселермен. Және де көптеген ғалымдарымыз соңғы 10 күндіктің ішінен іздеңдер деген пайғамбарымыздың хадисін алға тартады. Кейбір ғалымдарымыз айтқан 21-не деп, кейбір ғалымдарымыз 23-не, 25-не, 29-на дегенде хабарлар бар. Енді соның ішінде енді басым көпшілігі ғалымдарымыз 26-сына, 27-сіне ауған түн деп, жаңағы сол түндерден Ләйләтул Қадр түнін іздеңіздер, тақ күндерінен деп, және де оның құлшылығы 84 жылға тең деп келеді. Сонда бір түннің өзінде адам жаңағы көптеген бұрынғы оқи алмай қалған намаздарын, бұрынғы жасай алмаған құлшылықтарын сол түннің ішінде Алла тағала бізді соңғы пайғамбар үмбетіне сол жағдайды беріп тұрды. Жасап, сол құлшылықтарыңды өтеп алыңдар деген сияқты бізге көптеген мүмкіншілік беріп тұрген пайғамбардың соңғы үмбетіне. Өте керемет. Жалпы енді бұл Рамазан айы деген жаңа өзіңіз айтып кеткендей бір мүмкіндік айы ғой, керемет ай, бір рухани тазаратын ай, жалпы адам өзін бір жақсы жақтарға өзгертуге де бір мүмкіндік беретін сондай бір үлкен, былайша айтқанда тәрбие мектебі деп айтуға болады ғой, адамның жақсы жаққа өзгеріп шығуына деп. Жалпы енді осы айда жаңа Құран оқумен, жаңағыдай садақа берумен, басқа да осы игі амалдар жасаумен қатар тағы да қандай өзінің адамның руханиятына, өзінің жаңағы өміріне, жасап жатқан ісіне, кәсібіне береке беретін қандай игі амалдар жасап қалуға тырысу керек жалпы? Жалпы Рамазан айы тәрбие айы ғой. Шынында да адам баласын Алла тағала осы айда өзгеру керек болады. Шынымен де өзгерсе қалған 11 айға осы айдың жаңағы күшімен қалған 11 айға жақсы
Рамазаннан кейін адам өзгерген болу керек деп ойлаймын. Барынша адам өзінен бастап, жаңағы айналасын өзінен, енді ең бірінші адам өзі ғой, өзін тәрбиелейді ғой. Өзі түзелсе, қоғам да түзеледі деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші өзіңізден бастаңыз дейді ғой. Бір оқиға бар ғой, бір адам әлемді өзгерткісі келеді, әлемді өзгерте алмайды. Одан кейін өзінің тұрған жерін өзгерткісі келеді, оны өзгерте алмайды. Одан кейін жаңағы жанұясын өзгерткісі келеді, оны өзгерте алмайды. Одан соңында өзін өзгерткеннен кейін барып, жаңағы бәрі орнына келеді деп. Сондықтан ең бірінші адам өзін тәрбиелесе, өзі сол Рамазанның айынан әдемі түрде сол мінез, көркем мінезбен шығатын болса, сол жан-жағына шапағатын шашып, иншалла, адамдар оған қарап, ол адамдарда ұялып, олар да түзелуі әбден мүмкін. Иә, жалпы енді бұл тәрбие айы деп айтып жатырмыз ғой. Енді осы айда жалпы қандай да бір амал істесең, қандай да бір игі нәрсе істесең, бұл жаңағы қабыл болуына бірден бір себеп болатын сондай бір мүмкіндік айы. Яғни қандай да бір құлшылықтардың болсын, дұға тілектердің болсын, қабыл болатынына бір мүмкіндік беретін ай екенін айтып жатырмыз. Енді жаңағы пайғамбар алейхиссалату вассалам хадис шарифіне келгендей, күндізін оразамен өткізіп, түндерін ұзақ намаздар оқса, жаңағы тахаджудтер оқса, адамның бұрынғы күнәлар кешіріледі. Адам шынында да көптеген жетістіктерге жетеді. Шынында да бір нәрсе, дүниенікі болсын, ақиретті болсын, сұрап алатындай жағдайда, ұялмай шынында да соны сұрап, сол жағдайды өзіне, халқына, еліне, қоғамға не керек сұрау керек дейсіз. Сұрау керек. Сұрағанда ешқандай оның несі жоқ деп ойлаймын. Алла тағала беруші, қазына, мәликул мүлк, патшалардың патшасы Алла. Алладан сұрағанның екі бір шығады, пендеден сұраған екі көз шығады деген бабаларымыз. Сондықтан сұрауға ұялмау керек. Шынында да осы айды пайдаланып қалу керек деп ойлаймын көбірек. Өте жақсы. Жалпы Нариман аға, енді біздің осы Рамазанға қатысты көптеген сауалдар келеді көрермендер тарапынан. Осы енді осы бағдарламамыздың барысында біздің жаңа имамдарымыз, ұстаздарымыз жауап беріп келе жатыр. Десе де, мынау қазір енді көптеген әлеуметтік желіден де, мешіттерге де келіп те көптеген сауалдар келіп жатады. Солардың бірі енді мынау қазір соңғы кездері жақсы мешіттеріміз бастама көтеріп жатыр. Мына қасиетті айдың қарсаңында мына шараптардан арақ-шарап сатпауға дүкендерде, яғни кәсіпкерлер өндеу жасап жатыр, осындай жаңағындай арам суларды тоқтата тұруға деген сияқты. Бұған енді жақсы көзқарас танытып, бір оң пікір білдіріп, осындай керемет бастаманы қолдап жатқан жандар да бар. Жалпы енді сұрақ, осы дүниені, осы бастаманы тек Рамазан айында ғана емес, одан кейінгі уақыттарда да жаңағындай қолға алса, одан біржолата жаңа тоқтатудың жолдары болса деген сияқты бір көрерменнің тарапынан енді бұл ұсыныс дейміз бе, сұрақ дейміз бе, осындай бір ой пікірлер келіп жатыр. Осыған өзіңіздің бір ойыңызды қосып кетсеңіз. Рахмет, өте тамаша сұрақ. Мен енді өзім мына Көкарнада тұрам, бұрынғы Көрелкен дейді ғой. Мен екі ауылдың қарты үлкен кісілерді алып, өзіміз сол Рамазанның алдында, Алла разы болсын, 4-5 дүкенге кіріп шықтық. Енді сау болсын, қазақтың қарауыз балдары, қыздары тұр екен. Енді біздер міндетіміз жеткізу, пайғамбарымыз насихатта пайда бар, ескертіңдер деген ғой. Біз барып кіріп шықтық, айттық. Енді әр жағында енді амал жасау өздерінен. Жалпы қоғамды, бізде қоғам тәрбиелену керек те. Енді бір демократия дейміз ғой, ол нәрсе кейбір адамдар айтып жатады, о неге сатады деген сияқты. Енді сондай жаңағы мемлекетпіз енді, демократия бәрі тұрады. Бірақ адам тәрбиеленсе, адамның руханияты өссе, ол өзінен өзі жоқ болып кетеді деп ойлаймын. Сондықтан бірінші адам баласын, оның шынында да арам нәрсе екенін, шынында да қоғамның көп жастардың бұзылуы, жанұялардың бірін-бірімен жаңағы айырылып кетуі, сол бір ар жағында жаңағы арақтың кесірі өте көп шаш етектен екенін халық өзі біледі. Сондықтан сол жаңағы бара-бара адам баласы тәрбиеленсе, оның лас нәрсе екенін білсе, Алла тағала жаңа адам баласы өзі тәрбиелегеннен өзінен өзі ол сүрелерден кету әбден мүмкін. Сондықтан өзімізді тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Өте жақсы айтасыз. Ең бастысы жаңа осы ниет, ықылас деп айтып жатырмыз ғой. Әр адамның өзінің ықылас ниеті түзу болса, соған сай Алла тағала да қалағанын береді дейсіз ғой. Мынау енді біз оразада жалпы оразаны тек аштықпен ғана шектеп қойып жатамыз ғой. Жаңағындай күн ұзаққа тамақ ішпеу, жаңағындай сусындардан бас тарту деген сияқты.
немесе енді кейбіреулер енді басқа бір мақсатта, яғни оразаның сауабынан гөрі жаңағы өзінің жаңағы арықтау үшін, семіздіктен арылу деген сияқты мақсатта да болып кетіп жатады. Енді бұл жерде жаңа айтқанымыздай барлығы енді ниетке байланысты ғой. Ең бірінші ниет түзу болса, бұл да жаңағы құлшылықтың қабыл болғанының белгісі ғой. Жалпы бұл жерде аштықтан басқа оразада қандай маңызды дүниелерді білу керек? Жалпы Алла Тағала өзінің кітабында Бақара сүресінің 183 аятында баяндайды ғой. Әй иман келтіргендер, бұрынғы қауымға ораза парыз болғандай сіздерге ораза парыз болды, мүмкін жақсылыққа, тақуалыққа жетерсіңдер деген аят. Сондықтан бұл жерде тек қана таңертеңнен кешке дейін аш қалу емес, рухани азық. Адамның руханияты өсетті. Руханияты өскеннен кейін адам дейтін бөлекше сезінеді. Сондықтан бұл жердегі мәселе адамның жаңа тек қана аш жүру емес, рух деген нәрсе адамның руханиятына, азығы рухына, адамның жаңағы дененің азығы тамақ болса, рухтың азығы құлшылық екен. Сондықтан намазымыз, иманымыз, осы тұтқан оразамыз адамның руханиятына, адамның көзқарасының өзгеруіне көптеген септігін тигізеді деп ойлаймын. Шынында да ол тигізіп жатқаны рас. Адам рухани өскеннен кейін көзқарасы ортаға деген, елге деген өзгереді. Халқына деген, жаңағы дініне деген, әдеп ғұрпына деген, тіліне деген руханияты өсіп, адам бөлекше көзқарас қарайтын болады. Жалпы енді көрерменнен тағы да бір сауалдар келеді. Жалпы мына тақуалықты арттыратын ай деп айтып жатамыз ғой, Рамазан айы. Енді біздің ұғымымызда бұл тақуалық деген жаңа құлшылыққа бекем болу, арам істерден бойын аулақ ұстау ғой. Жалпы біз білмейтін бұл тақуалық ұғымына басқа да қандай мәселелер кіреді? Жалпы тақуалық деген жалпы Алла Тағаладан қорқу ғой, тақуалық. Жаңағы айтқандай, шынында да Бақара сүресінің алғашқы аятында «Заликал китабу ла райба фиһи худал лил муттақин». Осы кітапта күдік жоқ, тақуалар үшін тура жол көтерсіз деп тұр ғой. Иман келтіргендер үшін деп тұрған жоқ Алла Тағала. Тақуалар үшін деп жатыр да бұл жерде. Сондықтан Алла Тағала ерекше тақуалар үшін деп бөлек алып шығуының айтуы бекерден бекер емес екен. Сондықтан жаңағы Алладан қорқу бұл тақуалық. Көп нәрселер, жаман нәрсені тастау ғой. Өте жақсы, керемет. Енді бұл айдың құндылықтары айта берсек өте көп. Біз енді 30 күн бойы, жалпы әр күн сайын 5 күн бойы осы әр күн сайынғы әрбір тақырып арнап, осы имам ұстаздарымызбен бірге талқылап келе жатырмыз. Көптеген мәселелер айтылды. Осы Рамазан айында жаңағы тақуалыққа жету, өзінді өзгерту, жалпы оразаның қабыл болу турасында көптеген пікірлер айтылды. Біздің көрермендерімізге де ой-сары құнды ақпараттар берілді деген ойдамыз. Бүгін де біз осы жалпы Рамазан айының жаңа алғашқы 10 күндігі мейірім, екінші 10 күндігі жаңағы кешірім, үшінші 10 күндігі тозақ отынан қалқан 10 күндігі екені турасында ой қозғап, жалпы бұның бір өзіндік сырлары бар шығар деген ниетпен бүгін сізбен сұхбаттасқан жайымыз бар. Келіп уақыт бөліп пікір білдіріп жатқаныңызға рахмет айтамыз. Алла разы болсын дейміз. Енді біздің сұхбатымыздың соңында біздің көрермендерге айтар осы қасиетті айның қарсаңында өзіңіздің тілегіңіз, лебізіңіз болса жеткізсеңіз болады. Рахмет. Енді аман есен 30 күн оразамызды бұзбай, Алла Тағаланың жаңағы қабыл болған құлшылықтардан осы Рамазан айының сыйымен сыйлап, аман есен 30 күн ораза тұтуға Алла халқымызға, елімізге нәсіп қылғай деп ойлаймын. Алла Тағала келесі жылдың Рамазан айына 4 көзіміз түгел жетіп, аманшылықта халқымыз болып, еліміз болып аман жетуге Алла нәсіп етке. Рахмет. Әмин. Рахмет сізге де көп рахмет. Осы қасиетті айда тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Жасап жатқан игі істеріңіз сәтімен жүзеге ассын деген тілекпен бүгін осы жерден бағдарламамызды қорытындылаймыз. Қымбатты көрермен, осы Рамазан айы баршамызға құтты берекелі болсын. Осы Рамазан айының міне екінші 10 күндігін енді асып бара жатырмыз. Соңғы 10 күндікке де таяп қалдық. Алдағы күндерді аман есен 4 көзіміз түгел осы оразамен өткізуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етіп, осы Рамазан айынан шыққаннан кейінде де осы қабыл болған ғибадат құлшылықтарымызды қатарынан болсын деген ниетпен бүгінгі біздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламамыздың эфирінде жүздескенше аман сау болыңыздар.